Al. Mama. Mama. Mama kaydasın? Mama. Mama karnın açtı karnın. Mama. Ya 26'lar. Kaydasınlar? 26. Peşin. WhatsApp'a geç WhatsApp'a. Peşin. Ey Jigilbek. Kulağı estimedi. Karamay Baba. adamı. Kayda yürüsün. Ha? Kayda yürüsün. Niye kayda yürüsün? Karnın açtı. Karnın baş. Ne isteyip otursun? Ne isteyip otursun? Ya söylesip otun mu? Sizin kakal adam kısa bu sözümden aykaylap. Baba karnın açtı. Yumurtka mı sıkmış? Sakan tamak mı? Yumurtka. Cumhurtka. Ya Hayır. mektepte gelme Cinalıs'tan. Mitik gördün beni. Gazetemle söylesem jakslap. Mitik gördün beni. Mektepke barıp gelme Cinalıs'a çağırıp. Ne İyi. isteyip size mektepke barıp ne gidiyorsun? Ha? Ne gidiyorsun mektepke barıp? Ha? Ne ettin beni? Şındığını senin ayıp yürgene. Şındığın ne? Ya sotuk bağlandım ben. Ya apayı tutma apayı. Sırağa bir türlü. Ne diyeyim? Bakatma 20'deki iki kolun niye gerek? İki ayakın niye gerek tutma? Ya şimdi. Aytpaysın benim çoğun. Neye gerek degende? Niye gerek dedim ben? İki kolum dedim. Baldarın tumsağın buzağı için gerek dedim. Kökürtü için gerek dedim. Ayağım hala okumaydım baldarın. Kıyrığına tevi için gerek dedim. İttin balası. Ya olabilir, İttin ya balası. olabilir. Ayttığınız. Ne olabilir? Sıdıktaydı bakan yok mu ben? Sol şındık mı? Ne? Ay aytpaysın be kokav. Buna iki kolum papa mamama kömekleşuge gerek. Buna ayağım jügürüp baruga gerek jumsasa dep. Söйтіп aytalmaysın mı? Sol şındık bola mı? Sıdıktaydı bakan yok mu? Uy şındıkka жүрген жоқ mu? Мектепке барсам апайла ұрады, екі қызым сен террористтер. Қайда барып күн көремін? Ey болды. Төлейсің не осы баланы? Қайда барып күн көрем? Айтып тұрған сөзің қарашы. Өзім қарным ашып ұра береді. Болды. Лай білмешей. Осы сен неше оқитын едің өзі? Мен баласын не жоқитын білмейсің бе? Балаң не жоқитын білмейсің бе? Не оқисың? Алды оқымайын ба? Алды оқимын дейді. Сен әлі 2 жыл болды әлі оқып жүрсің ба? Алдында бір алды оқимын дедің алдыңғы жылы сұрағанда. Енді көшейін деп жатырмын ғой енді. Көшетін болдың ба? 7-ші классқа көшесің бе енді? Қайдағы 7? 6-тан 5-ке көшемін. Иттің баласы. Әлі ұра бересің. Не ұра бересің? Ай, адам алға қарай көшпей ме? Адам артқа қарай көшке дейсің? Көшірмей жатыр ғой қайта мен көшірмей жатыр ғой. Көшірмей жатыр. Оқымайсың сосын көшірмейді. Мектепке Сен бата. балдар құрдастарыңды қарашы, айналайын ана кімнің баласы қарашы, ойпырмай, Сәрсенбайдың баласы. Қандай келемен оқуын бітіріп кетті, колледжді бітірді, институт оқып жатыр. Сен пенсияға шығарсың осы мектептен. Жүріп. Ұра бересің, шындықтайды ғой. Шындығың болды сенің. Ұра бересің, мама жоқ қоса ұра бересің, мама жоқ қоса ұра алмайсың. Ей болды, маңғалдай бермей. Сабағыңды оқып, дұрыстап сабағыңа дайындалдырсың ба? Bir alған қарай көшіп, бір жылжың дейтін жоқ қой сенде бір. Оқыдым мен сабағым. Қайда сабағың? Көрсет маған. Құлағың бұл жүл балайын. Ұра бересің. Оқыдым ғой. Ол бетімен кеткен. Қайда? Мені? Дәптерің көп көзіңнің. Орысша жаза біледі екенсің ғой? Апай көшірем деді ғой. Не мынау? Не оқыдың? Айтсайшы енді Құдай-ау. Оқыған нәрсеңді айтшы, не оқып қайтсын тексерем мынаның, әкел. Мынау. Мынау не бәле? Тетрадь дейді, ля робот дейді. Мынау қайсы мынаны жаздың ба? Мынаны жаздым. Шығарма жаздым. Шығарма? Иә. Не шығарма? Апай шығарма жазып келсең. Көшірем деді. Қайда көшіреді? 7-ге көшір, 8-ге көшірем деді. Жазбайсың ба енді шығарманы? Жаздым ғой, жазайын, көрсетейін десем, ұра бересің. Мама жоқ қоса ұра бересің. Болды, ұра бересің деп. Мама жоқ қоса дұқың болмайды, ұра алмайсың. Ей болды, деп. Шығарма, оқи берейін ба? Оқала шығармаң, не жазған? Шығарма. Нан туралы шығарма. Қандай? Нан туралы шығарма.
О, міне, ақылы бар ай. Анан туралы шығарма. Дұрыс. Тамақ істеп іш. Оқы мына. Көрейік та, шығармаңды. Тақырыбы. О, айтады. Нан неге қымбат? О, міне, менің балам ой құдай жаным. Нан неге қымбат? Дұрыс. Шындықты айту керек осылай. Шырылдатып тұрып ауысымен шындықты айту керек. Нан неге қымбат? Оқы. Неге қымбат? Көктем келді. О, Көктемде адамдар жерге дән себеді. міне. Дәннен жерге көржік пішінай өсіп шығады. Айттың баласы. Не айтып атсыз? Көржік пішінай дейді, ой бұрмай. Бастап келе жаттым жақсы. Пішінай не сен? Мен өсті қоймай жеді. Сен қайдан көрдің сен? Адам жерге дәннен пішінай өсіп шыққан, нан өсіп шыққан қайдан көрдің сен? Бірінші адамдар жерді трактормен жыртады деп бастамайсың ба? Тракторға садырға қайда? Қандай шолуың бар? Шығармаға солай жазу керек. Мен шындықты айтып оққан жоқпын. Сосын жаңбыр жауады. Жаңбыр жаумайды бізде экология. Не айтып? Ора бермес. Экологиясы. Қандай шолуың бар сен? Жаз сөйтіп. Жаңбыр жауады, бидай шығады, оны орып алып, наубайханаға барамыз. Одан нан қылып. Наубайхана қайда? Наубайханада жаңбыр бай деген монша қызығы жоқ па? Адам басына 200 сығалауға 300 қылып қойған. Шындықты айтып жатырмын. Айтқаннан кейін қайдан отыра жүрген осы? Шындықты айтып жатырмын ғой, ора беретін. Шындығың ба сенің ай? Мен шындық айтып жатқан жоқпын. Сазаран, олай жазма, дұрыстап жаз. Ары қарай оқы. Біздің үйде нанды бәрі жейді. О, мінім, бұл дұрыс сен. Нан бәрі адам жейді, бәрі жейді. Адам болған. Әсіресе папам көп жейді. Нанға тойып алып түрмен ұйқы бермей, көзіміз удай ашып, терезелердің бәрін Аштың баласы. Көзімді ұдай ат. Не жазасың? шындықты айтып жатқан жоқпын. Оқтай алмай жүрміз көзіміз. Шындығың. Мамам солай жазды. Мамаң бар болғыр. Ертең мектепте оқып тұрса ұят емес пе апайың ана? Мен таңертең тұрғанда терезелердің бәрі ашық тұрады ғой. Сонымен көздерің ашып жүр ме? Ашып өтесіп ұйықтамай. Айбасы таң атқанда ашып кетеді, нағып ашып кетеді десем. Сыз ананы, ұят болады. Үйдегі нәрсені айтуға болмайды. Әлі көскен жоқым апайға. Ол шындық емес, ол ұят болады. Нан екіге бөлінеді. О, екіге бөлінеді. Ақ нан және қара нан. Міне мынау дұрыс. Ақ нан, қара нан болып. Біз көбінесе ақ нан алуға ақшамыз жетпейді. Қара нан алып жейміз. О, міне. Дұрыс. Шындықты айтып жатыр. Бір солай жазып қой міне. Апайларың білсін, ақша сұрата бермес қайта. Қара нан жейміз деп жазып қой. Күніге, сол жарайды болды. Қара нан міне. Өте бір осылай жазып. Ой, менің балам өзі ақылы бар кейде. Тамақ істеп іш. Болды. Ана оқы. Бітірейік пе сосын тамақ. Үйде нан болмай қалса, апам оң жақтағы тарқылдақтың үйінен сұрап алады. Ол үй бермесе, сол жақтағы тарқылдақтың үйінен сұрайды. Ол үй бермесе, кейде береді, кейде бермейді. Сондай арам сарам жер. Шындықты айтып отқан. Шындығы не? Сен көрікті сөйтіп айтам ба? Ақмақ, сараң, оңбаған деп. Шындықты айтып жатырмын. Шындықты. Шешеңнің айтқан сөздерін айт. Шындықты. Сіз ананы өшір, ұят болады. Көршіге ондай айтуға болмайды. Көршіге. Шындықты айтып жатырмын, оңбаған. Шындықты айтып жатырмын. Мақал мәтел. О, нан туралы мақал мәтел бар. Нан болмаса адамдар аштан өледі. Аштан өлгіре. Басқа мақал жоқ па не? Басқа мақал құрып қалдың ба? Мама жаз деді ғой солай. Мамаң жаз деді? Маманың наны қатты, көршінің наны тәтті. Болды. Не айтып отырсың? Маманың наны қатты деп. Шындықты айтып отқан жоқпын ба? Шындығыңды айналайсың, шындығың өлтіретін болды ғой сенің. Қатып қалған нанды береді ғой бізге. Жылы. Айтпайсың ба, нан туралы мақал көп. Нан болмаса ән болмайды. Осы жүргеніміз нанның арқасы. Деп айтсайшы бір адам құсап. Сіз анан. Біздер нанды тоқ пешке пісіреміз. Дұрыс. Тоқ қымбат болғасын, папам бағанадан тікілей ұрлап, үйге тартып қойды. Иттің баласы, сен мен сотамай демісің? Шындықты айтып отқан жоқ. Иттің баласы, бегеле. Шындықты айтып отқан жоқ. Оңбаған шындық. Қайда бар? Сен мен құртатын болды ғой. Қайда барып шындық? Иттің баласы, мен сотамай демісің ғой. Мектебі, шындықты айтып. Шындықты айтып отқан жоқ. Оңбаған.